Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жаңа жылдық мерекелік дастарханыңызды безендіретін тамаша шырша пішініндегі салатты дайындаудың рецептісін ұсынамын. Оның дәмі мен сыртқы көрінісі сіздің қонақтарыңызды таң қалдырады. Рецептіні мұқият қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен тұздалған қиярды бейнеде көрсетілгендей ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз. Туралған қиярды ыдысқа саламыз. Содан кейін тауықтың жұмсақ етін 4 бұрышты етіп тураймыз. Тұзды суға пісіріп аласыздар етті. Тауықтың еті өте тез піседі, 1 сағат шамасында. Содан кейін кішкене суытып алғаннан кейін ұсақтап турайсыздар. Тауық етін ыдысқа саламыз, содан кейін сырды үкіштен өткіземіз. Өздеріңізге ұнайтын дәмді сырды алғандарыңыз дұрыс. Қатты тұзды сыр алмаңыздар. Мен үкіштен өткіземін, ұсақтап. Сырды да ыдысқа саламын. Содан кейін 2 піскен жұмыртқа қажет болады. Үкіштен өткіземіз. Жұмыртқаны да ыдысқа саламыз. Барлығын ыдысқа салғаннан кейін майонез қосып жақсылап араластырамыз. Бұл салатқа тұз салмай-ақ қойыңыздар. Себебі тұздалған қияр, сырдың өзінің тұзы бар. Майонезде жеткілікті, немесе майонездің орнына қаймақ қоссаңыздар да болады. Салат дайын. Ең соңында салатты безендіру үшін, әдемілеу үшін укропты ұсақтап тураймыз. Енді осы салаттан шырша тәрізді пішін жасаймыз. Міне қолымызбен. Яғни салат өте жақсы өзінің формасын ұстайды. Осылай жасағаннан кейін укропқа аунатып аламыз. Яғни бізде шырша тәрізді жап-жасыл болып шығу қажет. Міне қараңыздар. Негіз жасау жолы өте оңай және тез. Бірден дайындалады. Астына осыны печенье алсаңыздар, міне печеньенің үстіне шыршаны қойып қоямыз міне. Тағы бір мәрте көрсетіп жіберейін, яғни шыршаны осылай салаттан дайындаймыз, бейнеде көрсетілгендей. Содан кейін туралған укроптың үстіне міне осылай шыршаны аунатамыз. Сол кезде міне жап-жасыл болып, әп-әдемі болып шығады. Астына осыны печенье қойсаңыздар болады. Енді печенье міндетті емес, дегенмен яғни біркелкі болып тұрады жаңағы біздің шыршаларымыз. Міне шырша дайын. Енді шыршаны осылай гранатаның дәндерімен әдемілейміз. Тек шырша емес, ойыншықтарымен болады. Яғни осылай әдеміле безендіріп шығамыз. Шырша тәрізді салатымыз дайын, өте әдемі болып шығады. Егер осы бейнедегі салат дайындасаңыздар, комментарий бөліміне жазыңыздар, және де арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлфия Ерболқызы, баршаңызға ас болсын. Жаңа жылдарыңызбен.